أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Аллах күндерімізді берекелетсін. Аллах Тағала отырыстарымызды берекелетсін. Қазақта сөз бар, қырықтың бірі қыдыр дейді. Осында отырған қаншама бауырларымыз бар, құлшылықтағы бауырларымыз бар. Аллах құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Осы елімізге, жерімізге дұға жасаудан жалықпаңыздар, құрметті ағайындар, бауырлар. Біреудің болмаса біреудің дұға міндетті түрде қабыл болады. Енді бүгінгі сүреміз Каусар сүресі. Каусар сүресі. Біз енді сіздер тамақтарыңызды жеп отыра беріңіздер. Біз енді ақырын айтып, бір құлақтарыңызды салып отырсаңыздар болды. Өткен сабағымызда, өткен дәрісімізде Кафирун сүресін өткен болатынбыз. Құптан намазынан кейін. Өткен аптада емес, оның алдындағы аптада. Өткен аптада дәріс болмай қалды. Жалпы Кафирун сүресінің мағынасы, Кафирун сүресінің қасиеті жайында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін келтірдік, естеріңізде болса. Таң намазында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тұрған кезде бір адам келіп, осы алғашқы сүннеттің алғашқы несінде ракағатында осы Фатиха сүресінен кейін осы Кафирун сүресін оқиды. Сол кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі бар да, бұл неге байланысты? Адамның намазына байланысты. Міне мынау нағыз намаз кемел болған адам деген секілді пайғамбарымыздың хадисі бар. Яғни Кафирун сүресі жалпы мынау таухид деген де мағынасы бар. Ішінде былай мағынасы жағынан Құран неде келеді, хадистерде келеді, Құранның 4/1 дейді. Бұл енді Құранның 4/1 оқып тастағандай деген сөз емес. Мағынасы енді мағына жағынан 4/1. Өйткені ол жерде негізгі исламдағы негізгі тақырып таухид мәселесі жайында айтылған. Құрметті бауырлар, енді бүгін Алла бұйыртса сіздермен тағы да бір өте бір маңызды сүрелердің бірін өтеміз. Бүгінгі сүренің атауы Каусар сүресі. Суратул Каусар. Жалпы Каусар сүресі көптеген ғалымдардың айтуы бойынша меккелік сүре деп айтады. Меккелік сүре. Енді кейбіреулер айтқан мәдиналық деп айтқандар бар. Бұл енді екі түрлі пікір. Ол кейбір ғалымдарымыз айтады, бұл екі түрлі пікірдің болуы мүмкін, ол екі мәрте түсуі мүмкін дейді. Бір сүренің өзі екі мәрте түсуі де мүмкін дейді. Ғалымдардың есінде айтады. Яғни бір сүре мысалы меккелік кезеңде түссе, ол қайтадан мәдиналық кезеңде де түсуі мүмкін деген сондай сөздер бар. Сол үшін кейбір ғалымдар сол мәдиналық сүре деп айтылады. Бұл жалпы сүренің рет жағынан 108-ші сүре, реттілік жағынан. Білеміз, Құранда 114 сүре бар, соның 108-ші сүресі. Бұл сүренің жалпы ең қысқа сүрелердің бірі. Көпшілігіміз жақсы көретін сүре. Өйткені намаз оқыған кезде ең қысқа сүре осы сүрені оқимыз көбінесе, Фатиха сүресінен кейін. Әрине бұл енді қысқа болғанмен де мағынасы өте кең. Бұл дегеніміз қысқа екен, сауап аз екен деген сөз емес. Бірақ дегенмен де осы Фатиха сүресінен кейін ең бір жиі оқылатын сүрелердің бірі намазда. 3 аяттан тұрады. Намаздағы ең қысқа сүре, естеріңізде болсын, намаздағы ең қысқа сүре жалпы 10 сөзден тұрады. Бұл не? 10 сөзден тұрады. Не жағынан, әріп жағынан 42 әріптен тұрады дейді. Yani бұл жай мәлімет ретінде 42 аяттан тұрады. Бұл енді сүренің тәртібі жағынан Маун сүресінен кейін келеді. Кафирун сүресінің алдында, жаңа Маун сүресінен кейін Құрандағы тәртіп бойынша. Бұл енді кейбір ғалымдардың айтуы бойынша түсу жағынан, түсу реттілігі жағынан 15-ші сүре деген сөз бар. 15-ші сүре. Яғни Меккедегі, мысалы кезеңдегі сүрелер түсті, Фатиха сүресі түсті, мысалы Музаммил, Муддасир сүрелері түсті, Алақ сүресінің алғашқы аяттары түсті. Бұл жалпы реттілік бойынша ғалымдардың айтуынша 15-ші сүре деп айтылады. Бұл енді риуаяттар бойынша назалат баъда суратул Адият дейді, Адият сүресінен кейін түскен дейді, қабла сурат Такасур, Такасур сүресінің алдында дейді. Бұл енді сүренің не жайында айтылады? Бұл сүре жалпы Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға берілген үлкен нығметі жайында. Үлкен нығметі жайында айтылады. Бұл қандай нығмет? Бұл Каусарды беруі. Каусар. Жалпы енді Каусар деген сөздің мағынасын өзін келетін болса, Каусар деген сөз касура деген сөзден шығады. Касура. Касура дегеніміз көбею деген сөз. Яғни фауал деген формаға келеді. Яғни Каусар деген нәрсе өте көп, мол деген сөз. Өте берекелі деген мағынаны береді. Енді мынау кімнің? Абдулла ибн Умардың хадисінде келеді. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, "Әл-Каусар нахрун фил джанна." Каусар дегеніміз жаннаттағы бір өзен дейді. Хафатаху мин захаб дейді. Екі жағы дейді, ол алтыннан дейді. Сонда алтыннан болған өзен дейді.
Маджраху алал дурри вал якут дейді. Сондай бір қымбат тастардан, жақұттардың үстінен ағып жатқан бір өзен дейді. Ва турбатуху атият минал миск дейді. Оның топырағы дейді, сол ненің Каусардың топырағы дейді. Өзеннің қасындағы топырағы, мына мисктің иісінен де иісі өте аңқып тұрған дейді, керемет иісі дейді. Ва мауху ахла минал асал. Мынау несі суына келетін болсақ, балдан да тәтті дейді. Ва абияду минат талж дейді. Не жаны ақтығы жағынан қардан да ақ дейді. Енді бұл әрине ол біздің тілмен айтылған кезде, енді біздің ойымыздағы алтын, біздің ойымыздағы жақұт. Бірақ ол жаннаттағы жақұт, жаннаттағы балдың дәмі ол мүлдем басқаша болады міндетті түрде. Яғни бұл біздің жай ат жағынан ұқсауы мүмкін, бірақ дәмі жағынан, ол мысалы түр сипаты жағынан ол мүлдем басқаша, құрметті бауырлар. Енді біздің ойлағанымыздан әлде қайда жақсырақ. Мынау амараллаху набияху фи суратыл, яғни бұл жерде жалпы сүреде не жайында айтылады? Екі нәрсе жайында айтылады, негізгі екі нәрсе. Бұл бірінші намаз жайында және мынау құрбандық шалу жайында, екі құлшылық жайында айтылған. Намаз оқу және құрбандық шалу жайында. Енді жалпы Каусар сүресіндегі сөздерге келетін болса, Каусар деп қандай мағына береді дедік? Каусар деген көп деген, мол деген, берекелі деген мағына береді. Уанхар деген сөз бар, оның ішінде мысалы инна аатайнака, инна деген нәрсе, инна деген бұл жерде күшейтпелі сөз. Инна біз деген сөз. Бұл жерде қараңыздар, бұл Алла тағала мен деп айтып тұр, біз деп тұр. Бұл жерде біз деудің өзі бұл пайғамбарымызға деген бір үлкен құрметті. Инна шынында біз инна аатайнака дейді. Аата деген нәрсе бердік дейді. Аатайна дегеніміз біз бердік, ка деп тұр. Енді арнайы пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассаламды арнайы айтып тұр, саған біз бердік дейді. Бұл енді пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға берілгенмен де пайғамбарымыздың үмметтеріне де берілген нәрсе негізінде. Ол мысалы пайғамбарымызға берілді деп тұрғанмен де ол хадистерде келеді, бұл үмметіне де берілген нәрсе. Яғни пайғамбар көрген нәрсені егер біз пайғамбарымыздың сүннетімен пайғамбарымызды шынайы түрде жақсы көрсек, пайғамбарымыздың артынан шынайы түрде ерген болсақ, ол міндетті түрде ол үмметіне де ол арналған Каусар сүресі, Каусар өзені, Каусар жаннаттағы Каусар бұлағы ол үмметтерге де арналған нәрсе. Инна атайнакал каусар фасалли, фа деген нәрсе бұл қосымша және деген секілді. Ханеки деген қосымша бір және деген секілді. Фасалли деген намаз оқы, фасалли ли роббика. Ли деген үшін, кім үшін? Роббика, сенің Раббың үшін намаз оқы деді. Раббың үшін деп, қараңыздар, сенің Раббың үшін деп тұрды. Бұл жерде қарасаңыздар, бұл да пайғамбарымызға деген үлкен құрмет еді. Сенің Раббың деп, яғни бұл жерде Алланың пайғамбарды қатты жақсы көретін бір көріністі. Ана естеріңізде ме бір не болды ғой, бір фильм болды. Діни деген кезде Сұлтан Абдул-Азиз не жайында, соңғы сұлтан, Османдықтардың соңғы сұлтан жайында бір фильмнің отрывок жүрді. Сол кезде бір кісі келіп айтады ғой, сізге бір кісі келіп тұр, сұлтан сізге бір кісі келіп тұр, бір қажетім бар деп келіп тұр дейді. Кәне кіргіз деген кезде анау кісі тұрып айтады ғой, сіз маған қарызсыз дейді. Жай бір қарапайым кісі келіп. Қалай мен саған қарызым дейді да, мен сені білмеймін, қалай мен саған қарызым деген кезде, сол кезде ана тұрып айтады да, мен түсімде пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассаламды көрдім дейді. Сол кезде мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Енді ол әңгіме, енді болды ма, болмады ма, бірақ дегенмен де ол кітаптарда келген нәрсе да, енді ол иншалла болды деп үміт етеміз. Сол кезде айтады, мен түсімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім, сол пайғамбарымыз маған айтты дейді. Сен біздің Абдул-Хамидке барып айт, кеше салауат айтуды, түнде салауат айтуды ұмытып кетті. Сол үшін сен қалаған нәрсеңді сұра деп маған айтты дейді. Сол кезде анау қараңыздар, қай сөз үшін ол көзінен жаңа жас келеді. Біздің Абдул-Хамид деп айтқан үшін түсінде сол пайғамбарымызды көрген ғана бір адам. Біздің Абдул-Хамидке барып айт, сен бүгін кеше түнде ол маған салауат айтуды ұмытып кетті. Ол маған салауат айтуды ұмытып кетті. Сен енді бар да қалаған нәрсеңді сұра дейді ғой. Сол кезде қайта сұрайды да, не деп айтты пайғамбарымыз деп? Біздің Абдул-Хамид деп айтты. Мә деп алтын береді да, бір буым алтын. Тағы тыңдай бергісі келеді да, 3-4 мәрте бергеннен кейін барып, қасындағы көмекші тұрып айтады, саған жетпей ме осы нәрсе дейді. Жетеді дейді. Сол кезде қарасаңыз, біздің Абдул-Хамид деген сөз үшін ол бүкіл дүниесін беруге дайын болды да. Яғни бұл жерде ли роббика, сенің Раббыңа деп тұр да бұл жерде. Яғни бұл жерде пайғамбарымызға бір көрсетілген не? Фасалли ли роббика ванхар. Ванхар деген нәрсе, ванхар деген құрбандық шал дейді. Құрбандық шал. Фасалли ли роббика ванхар, және құрбандық шал.
инна шәнияка деген нәрсе сені жамандағандар, яғни сенің артынан жаман сөз айтқандар. Яғни қандай жаман сөз айтты? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның 3 бірдей баласы, ер баласы қайтыс болады, білесіздер, иә? Пайғамбарымыз неше баласы болған? 7 баласы болған. Соның 4-і қыз, 3-і ұл, иә? Білесіздер ме, білмейсіздер ме? Ұлдарының аты кім болған? Қасым болған, сосын Абдулла, ең соңғы ұл Ибрахим болған. Енді бұл сол ұлдары қайтыс болған кезде, сол кезде сол мүшриктер айтады да, міне пайғамбар ол тұқымсыз қалды, мүлдем аты енді аталмайды, ер баласыз қалды дейді да, сондай артынан еретін із жоқ. Бұл аты да жаңағыдай атағы да өшеді, бұның артынан ешкім ілеспейді дейді. Сол кезде сондай сөздер айтады адамдар мүшриктердің арасында. Сол кезде осы неге осы сөзге байланысты осы аят түседі. Инна шәнияка хуал абтар деп. Сені жамандағандар дейді. Шын мәнінде олар дейді да, тұқымы артынан жаңа үзілгендер солар дейді. Яғни бұл жерде енді айтып тұрған нәрсе шынымен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның аты әрбір мінберлерде, мысалы әлемде қанша мыңдаған мешіт бар, әр мешіттің мінберінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның аты күнделікті, ол мысалы миллион мәрте айтылса да айтылып жатыр да қазіргі кезде пайғамбарымыздың аты. Бірақ қарап отырса сол мүшриктердің ешқайсының бір атағы да, ешқайсының абыройы да қалмады да, ол кім екенді мысалы біз білгенмен де ол мысалы пайғамбарымыздың мысалы керісінше болды да әмір. Енді бұл жерде сол нәрсені айтады. Енді бұл қысқаша тәпсірі, жалпы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның ұрпақсыз болуының өзінің бір хикметі бар. Пайғамбарымыз тірі кезінде өзі өмірде 7 бала көрсе, 7 баланың тек Фатима анамыз ғана пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін біраз айдан кейін қайтыс болады. 6 бірдей баласы пайғамбарымыз тірі кезінде пайғамбарымыз сол 6 бірдей баласының өмірден озғанын көреді. 3 қызын, 3 баласын. Бұл енді жалпы пайғамбарларға деген бір Алланың үлкен сынағы негізінде. Ең соңында мынау 6 баласы Фатима анамыздан болса, бір баласы соңғы Ибрахим баласы кімнен болады? Мария анамыздан болады. Сол кезде ең соңғы жаңа 50 жастан асқан кезде көрген баласы Ибрахимді жаңа бала туған кезде 1,5 жасқа келген кезде сондай бір тәтті кезеңінде Алланың қалауымен ауырып өмірден озады баласы. Сол кезде пайғамбарымыздың көзінен жас шықты дейді. Жас шығады пайғамбарымыз көзі. Сол кезде қасындағы сахаба сұрайды, сіз де жылайсыз ба деп. Сол кезде әрине бұл рақым жасы ғой да, рақым жасы. Мен қанша нетсем де, жабықсам да, жүрегім қанша сыздаса да, бір Аллаға қарсы ешбір сөз айтпаймын дейді. Яғни біз кей кезде болады ғой, жаңағыдай қатты бір қиналған кезде, өмірден жақын туыстарымыз өмірден озған кезде, я Аллахым, не жаздың маған, неге мен осыншама сынап жатсың деген секілді әртүрлі сөздер айтамыз. Ол өте дұрыс емес. Сол үшін әр қандай да бір пайғамбардың хадисінде келеді, бір қандай да бір соққы тиген кезде, сондай бір не болған кезде, бір сынақ болған кезде ең алғашқы кезеңде сабыр ету керек дейді. Ол міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сабырдың көркем үлгісін біздерге көрсетіп кеткен. Яғни сондай бір өмір деген нәрсе алға жалғаса берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қанша осындай біздерге сынақ ретінде көрсеткен. Енді пайғамбарымыздың жаңа баласының болмауының бірден бір несі, ол мысалы білесіздер, иә, Ибрахим алейхиссаламнан кейін келген баласы Исхақ, Исмаил, олар да пайғамбарлар болды. Мысалы пайғамбар егер баласы туылса, ол бір адамдар тым асыра шектен шығып мүмкін құрметтеп кетермеді пайғамбар ретінде. Мысалы бұл пайғамбардың баласы ғой деген секілді. Тіпті мынау пайғамбардың мысалы жиендері, мысалы Хасан мен Хусейнді де қатты әспеттеп жүретіні бар ғой мысалы. Яғни сондай бір нелер бар да, жалпы енді хикметтері бар. Оны біз көп хикметтерін біз біле бермейміз. Дегенмен де Құран осы ненің мынау сүренің осындай бір қысқаша тәпсірі осы. Мынау жалпы енді Каусар деген жаңа түсіндіріп айттық. Сол секілді мынау аят жайында бір қызық деректер бар, жалпы аят жайында. Қандай мындай бір деректер бар. Жалпы аяттың өзі жалпы сүренің аяттың өзі 10 сөзден тұрады. 10 сөзден тұрады. Сосын әр ненің өзі, мысалы, әр аят бар ғой, 3 аят бар. 3 аяттағы бірінші аятта, екінші аятта, үшінші аятта оларда 10 әріптен тұрады, қайталанбайтын. Мысалы, кейбір әріптер қайталануы мүмкін ғой. Яғни 10 әріптен тұрады. Және де оны енді қазір біз білмейміз да, мысалы, 10 сөзден тұрады, қараңыздар. Бұл Каусар сүресі. Әр аятында 10 әріптен тұрады. Және қайталанбайтын 10 әріп бар. Мысалы, кейбір әріптер қайталанады, бірақ қайталанбайтын, мысалы, 10 әріп қайталанбайды. Осы Каусар сүресінде. Сондай бір қызық нелер бар да, мысалы, айтып өтсе, қараңыздар. Мысалы, бірінші сүреде
10 сөзден тұрады дедік қой. Бірінші аятта алиф, нун, айн, тот, я, каф, лам, вау, та, ра әріптері бар. Бірінші аятта. Екінші аятта фа, со, лам, ра, ба, каф, вау, алиф, нун және ха әріпі. Үшінші аятта және бұл қайталанбайтын қандай аят бар? Қайталанбайтын нелер әріптер? Алиф, нун, шин, каф, ха, вау, лам, ба, та, ра әріптері. Яғни осы әріптер қайталанбайды. Яғни 10 санымен бір мұғжизасы бар да бұл аяттың. Яғни 10 аяттан тұрады, 10 сөзден тұрады, 10 әр аятында 10 әріптен тұрады және қайталанбайтын 10 әріп бар. Енді бұл иншалла бұл енді бір жай бір Құранның бір сандық жағынан бір мұғжиза кереметтерінің бірі, құрметті бауырлар. Алла баршамызға разы болсын. Енді бұл бір Алла тағаланың жалпы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға берілген бір үлкен нығметі негізінде Каусар. Енді Каусар деп негізгі мағынасы жалпы мынау жаннаттағы сол бір керемет бір өзен деп айтып жатырмыз ғой. Сонымен қатар бұл Каусар деп бұл тағы да басқа да мағыналары Алланың мысалы соңғы пайғамбарлығы берілген пайғамбарлығы, ол да бір үлкен нығмет. Және осы Құран кәрім беріліп жатыр Алла құзырынан, ол да бір нығмет. Бұнда Каусар үлкен бір берекелі нәрсе деп айтылады. Яғни исламның шариғаты өте терең, мысалы оның өзі Каусар. Яғни бұл жалпы басқа ғалымдар осы жағында да түсіндірген. Каусар, біз саған шынында Каусарды бердік деген нәрсе негізі мағынасы ол жаннаттағы не болса, жаннаттағы өзен болса, сондай бір керемет. Тағы да бір мағыналары ол пайғамбарлық, ол ислам шариғаты, ол Құран. Осы нәрселерді айтылған. Құрметті бауырлар, Алла баршамызға разы болсын. Бұл енді қысқаша Каусар сүресі жайында қысқаша сіздерге бір берген мәлімет. Бұл енді әрбіріміз Каусар сүресін білуіміз керек. Каусар сүресін оқып жүруіміз керек. Тіпті мынау неде үтір намаздарында да, мысалы үтір намазында да оқыған кезде Каусар сүресін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жиі оқыған кезеңдер болған. Каусар сүресін жиі оқитын бір 10 аяты болған екен, 10 сүре болған екен. Сол 10 сүренің ішінде осы Каусар сүресі болған екен. Осы үтірлі уәжіп намаз оқыған кезде. Алхамдулиллахи раббил аламин ва ла-ақибату лил-муттақин. Ассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алла баршамызға разы болсын.